Сәлем достар, бүгін біз лағманның подливін жасаймыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Лағманның тестасы менің каналымда бар, дайындалу жолы, сол жақтан көрсеңіздер болады. Бүгін подливін жасаймыз. Ең алдымен осылай көкөністерді жуып, тазалап аламыз сыртын ашып. Етті алып, тураймыз, жұқалап, жалпақ етіп. Достар, каналыма лайк, тіркелу, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Етімізді осылай жалпақ етіп турап аламыз. Бір келкі етіп. Турап болғаннан кейін 2 қасық, ас қасық соевый состы қосып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Енді біз редьканы алып, ортасына бөліп, осылай турап шығамыз. Қалың қылмаймыз, өте жұқа қылмаймыз, орташа етіп турап шығамыз. Бәрін турап алдық. Пиязды алып, ортасынан тураймыз. Міне. Енді пиязды да саламыз тарелкамызға. Сарымсақтың жартысын алып, турап шығамыз осылай. Үстіне саламыз. Енді сельдерейді алып, жапырақтарын бөлек алып аламыз тарелкаға. Барлығын алып шықтық. Енді сабақтарын кесіп алып тастаймыз, керек емес жерін. Қалғандарын осылай тураймыз. Бұдан үлкен қылып турасаңыздар да болады. Тарелкаға саламыз. Жәндуді аламыз. Оны да керек емес жерін алып тастаймыз. Қалған жерін осылай турап шығамыз, тарелкаға саламыз. Енді бұрышты аламыз, перецті. Дәу-дәу етіп осылай турап шығамыз. Әртүрлі бұрыш алдым мен, міне турап алдым. Енді сельдерейдің жапырақтарын осылай турап бұрыштың үстіне саламыз. Енді қалған сарымсақты да турап бұрыштың үстіне саламыз. Енді помидорды аламыз. Майдалап турап шығамыз осылай. Бәрін осылай дайындап аламыз алдын ала. Етіміз дайын болғаннан кейін қазанға кішкене сұйық май қосамыз, азғана. Қызғаннан кейін етті салып, жақсылап араластырамыз. Қуырып аламыз етімізді. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Жақсылап қуырамыз. Міне, қуырып алғаннан кейін етті, оның үстіне пиязды саламыз. Пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін редьканы, сарымсақты салып, тағы да қуырамыз. Помидорды саламыз. Томат пастасын саламыз. Ұмытып бара жатыр екенмін. Жақсылап араластырып, осылай қуырып аламыз. Бетін жауып. Енді жақсылап араластырып ашып, қалған жәндуді, сельдерейдің сабағын салып араластырамыз. Үстіне специяларды саламыз. Араластырып қуырамыз. Тұзымызды саламыз. Бетін жауып, кішкене қуырып аламыз, 1-2 минут. Араластырамыз. Бетін жабамыз. Қайтадан қуырып, кішкене қайнаған су құйдым мен жерде. Араластырамыз. Бетін жауып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін тұздың дәмін көріп, жетпесе үстіне тағы салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 5-10 минутта қайнатып аламыз. Енді қайнағаннан кейін, міне, бұрыштарды, сельдерей жапырағын, сарымсақты салып, араластырамыз. Бетін жауып, бұрқ етіп қайнағанша, осылай. Қайнағаннан кейін, осылай қайнатып алғаннан кейін астын өшіріп қоямыз дайын. Міне лағманымызды тарелкаға салып, бетіне подливті салдық. Ас болсын, дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады.